орташа жылдамдық. Дене жолдың бірінші жартысын 6 метр секунд жылдамдықпен, ал екінші жартысын 4 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Дененің барлық жолдағы жүрген орташа жылдамдығын анықтаңдар. Есептің берілгені v1 тең 6 метр секунд, v2 тең 4 метр секунд. В орташа жылдамдықты табу керек. Шешуі. В орташа жылдамдықтың теңдеуін жазамыз. В орташа тең S бөлінген Т1 плюс Т2-е. Және бұл теңдеуде V орташа тең S бөлінген 2 плюс S бөлінген 2 бөлінген Т1 плюс Т2 тең S бөлінген Т1 плюс Т2 деп жазуға болады. Себебі дене жолдың бірінші жартысын дегені S бөлу 2-ні 6 метр секунд жылдамдықпен жүрген, жолдың екінші жартысы дегені S бөлінген 2-ні 4 метр секунд жылдамдықпен жүрді деген сөз. Біз ары қарай Т1 және Т2 уақыттарының теңдеуін Т1 тең S бөлінген 2 V1, Т2 тең S бөлінген 2 V2 деген теңдеулермен жаза аламыз. Енді осы Т1 мен Т2 теңдеулерін V орташа жылдамдықтың теңдеуіне алып барып қоямыз. Сонда V орташа жылдамдық тең S бөлінген бөлшектің астында S бөлінген 2 V1 плюс S бөлінген 2 V2 теңдеуі шығады. Біз бөлшектің астындағы қосындыны ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда S бөлінген бөлшек, ол бөлшектің астында бөлшек S шақшаның ішіне V1 плюс V2 бөлінген 2 V1 көбейту V2. Үлкен бөлшектің астындағы бөлшектің бөлімі бөлшектің алымына шығады. 2S көбейту V1 көбейту V2 және бөлімде S шақшаның ішіне V1 плюс V2 болады. Тең. Енді біз S-ті алымында бөлімінде болғандықтан қысқартамыз. Сонда теңдеу 2 V1 көбейту V2 бөлінген V1 қосу V2 болады. Біз орнына сан мәндерін қойып, V орташа тең 2 көбейту 4 көбейту 6 бөлінген 6 плюс 4 тең 48-ді 10-ға бөлу арқылы 4,8 метр секунд орташа жылдамдықты анықтаймыз.